Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханға өте ерекше, дәмді болатын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеода қарасаңыздар, өте дәмді, жасалу жолы да ерекше, жеңіл жасалатын салат. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен етті суға қайнатып пісіріп аламыз. Одан соң картоп, шуа жұмыртқамызды асып аламыз. Асылып алған етімізді төрт бұрышты етіп, ұсақтап тураймыз. Қыздар, сіздерге барлық заттың қанша мөлшерде керегін видеоның астына қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Міне, видеода көргендеріңіздей ұсақтап етімді турап аламын. Қыздар, сіздерге осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Тауықтың етінен гөрі үйдегі осылай кәдімгі етпен жасаған дәмді шығады. Ендігі кезекте жұмыртқамызды үккіштен өткізіп аламыз. Барлық 4 жұмыртқаны да үккіштен өткіземіз. Бұны да бір ыдысқа бөлек аламыз жұмыртқамызды. Одан соң піскен картоптарымызды да үккіштен өткіземіз. Картопты судан асып алған соң, суығаннан кейін салқын күйінде өткіземіз, қыздар. Сол кезде әдемі шығады. Сәбізді де үккіштен өткіземіз. Сәбізді өткізіп болған соң, сырды оны да үккіштен өткізіп аламыз. Ендігі кезекте салатымызды жинаймыз. Осындай домалақ қалып алып, ең алдымен картоптарымызды саламыз астына. Сіздерде бұндай домалақ қалып болмаса, кәдімгі баклажканы кесіп, содан да қалып қойып жасауға болады. Майонез жағамыз, етімізді саламыз. Етті де салып болған соң тегістеп жайып, онда бетіне майонезді жағамыз жұқалап. Одан соң сәбіздерімізді саламыз. Болғанда майонезді жағып, бетіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқадан соң тағы да арасына майонезді жағып, ең бетіне сыр себеміз. Енді қалыбымды босатып алдым. Салатты жасап болған соң 10 минут қана қойып, жей берсеңіздер болады. Бетіне жүгері сеуіп шықтым. Жүгері сепсеңіздер өте дәмді, бетін оформлениясы де әдемі болып тұрады. Қыздар, мен арнама тіркеліп, лайк, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы мерекелік дастарханға осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Менің үйімдегілердің барлығына осы салат ұнады. Ортасы да ерекше, жасалу жолы өте жеңіл.